Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқа гүлханым мантысын жасайтын боламын. Қазақша контентті қолдап, менің әр салған видео рецептеріме лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламын. Дәл мантының қамыры сияқты қамыр илейтін боламыз. Ұнға бір жұмыртқаны қосып, одан кейін тұз қосылған салқын суды құямыз. Суды аз-аздан құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Қолымыздағы барлық қамыр жабысқанша, әбден июі қанғанша қатты қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң 30 минуттай бетін жауып қоямыз. Гүлханым мантысына қажетті заттардың барлығын видеоның астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Әрі қарай тартылған етіміздің үстіне тұз, бұрыш және майдалап туралған пиязды қосып әбден араластырамыз. Гүлханымның подливын жасайтын боламын. Сәбіз бен картопты дәл видеодағыдай турап аламыз. Қызып тұрған майға пиязды қуырып, картоп пен сәбізді саламыз. Бір шай қасық томат пастасын қосамыз және дәміне қарай тұз бен дәмдеушілер қосамыз. Үстіне ыстық су құйып, өте баяу отқа қоямыз. Одан кейін қамырымызды алып жаямыз. Дәл осы видеодағыдай ұзынша етіп кесетін боламыз. Енді дәл қамырдың ортасына салмасын салып шығамыз. Осы видеодағыдай екінші бетіне жауып, дөңгелетіп орап шығамыз. Міне осылай қатты тығыз қылмай, бостау етіп ораймыз. Менің каналымды қолдап, осы видеоны поделиться батырмасын басып, достарыңызға, әпке-сіңлілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Енді қайнап тұрған подливтің үстіне тағы да су құйып, гүлханым мантысын салып шығамыз. Орташа отта 35 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің ерекше түскі асымыз гүлханым мантысы дайын болды. Бетіне қалауыңызша көк пияз, укроп сеуіп ұсынсаңыз болады. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір қалдыра отырыңыздар және каналға тіркеліп қойыңыздар.